Сәлеметсіздер ме, құрметті жиылған қауым. Әрине, көкейде сұрақ өте көп. Мысалға, кеше ғана Түркістан облысы шардаралықтар хабарласты. Олардың айтуынша жиі жарық өшіп жатыр екен. Қараңыздаршы, ол жерде күн ыстық, жанып тұр. Неге сол жақтарға күн панельдерін қоймасқа? Неге бізге қайта-қайта АЭС-ті тықпалай береді? Ал енді АЭС салу біздің бәрімізге де белгілі, Ресейге тәуелділігімізді арттырады. Мына Чернобыльдің залалдарын осы уақытқа дейін өшіре алмай отыр. Кешегі біздің энергетика ғалымдарының айтуы бойынша біздің біздің мынау энергетика саласы ғалымдары өте дамып кеткен екен. Егер сол рас болса, неге Чернобыльдағы мынау көміліп жатқан радиацияны осы уақытқа дейін залалсызданбайды? Немесе бізден бір ғасыр бұрын дамып кеткен экономикасы Жапониядағы Фукусима АЭС-і жарылған 2013 жыл тоқтатылды. Содан бері жайлап мұхитқа 40 мың тоннадай су ағыздырып жатыр. Ол 40 мың тонна су қайдан шықты? Ол су мынау резервуар дейді ғой, су қоймасы. Ана АЭС-тің реакторын шайқап салқындатып отыратын су қоймасындағы су. Мысалға, дүниесінде ғалымдар соншалықты дамып кетсе, сол резервуардағы суды неге залалсыздандырып, шаруашылыққа қолданбайды? Әрине, оған күш жетіп отқан жоқ. Сондықтан да бізде АЭС салу өте қауіпті деп ойлаймын. Және мынау Өзбекстанда, кеше солар айтқаннан кейін мен интернетті ақтардым. Кеше сол ғалымдар айтқаннан кейін. Өзбекстанда АЭС салынып жатыр. Росатом АЭС салып бастап қойды. Біз қалып қоятын болдық деді. Енді сол АЭС біздің шекарада 55 километр жер екен. Ал көлікпен жүріп өткенде 44 минуттық жер екен. Ал сол жерде Түркістан облысының азаматтары 3 миллионнан астам халық тұрады екен. Қараңыздаршы, ол АЭС-ға бір нәрсе бола қалса, қандай да бір радиация шыға қалса, немесе жарыла қалса, халықты қалай құтқармақ? Неге сол жағын ойламайды? Кеше ғана Шымкентте бәріңіз естіген боласыздар, күкірт зауыты жарылды. Сол зауыт жарылған кезде, өрт басталған кезде, бірден халыққа хабарландыру бермеген. Халық түнде тұншығып, құсқысы келіп, лоқсып, ауырып, жедел жәрдем шақыра бастағаннан кейін ғана халыққа дабыл соғып, ескертіп, оларды көшіре бастаған. Оны да сол жабулы қазан күйінде қалдырмақшы ма, жоқ әлде сондай жағдайда қандай көмек көрсетіп жатыр? Неге соны елдің жағдайына шығып айтпайды? Әрине, егер АЭС мықты болып, біздің экономикамызды көтереміз, біздің халықтың өзі салады, шетелдерден 15 мың, 20 мың адам келмейді, біздің өзіміздің жас ғалымдар дайын отыр десе, мүмкін келісуге болар ма? Бірақ дәл қазіргі жағдайда біздің жай ғана өрттерді өшіре алмай, немесе ана ЛРТ-ға кеткен миллиардтаған ақшаны білесіздер, не соны қайтара алған жоқ, не жалғастырып салған жоқ. Халықтың кеудесінде үлкен ірі сауалдар көп, бірақ оған жауап беріп жатқан адамдар жоқ. Кешегі жиында сондай сұрақтар қоймақшы болған азаматтардың аузын жауып, қаншама провокационный сөздер айтылып, сол жерде халыққа мүмкіндік берген жоқ. Жаңағына спикеріміз айтып өтті, Мейірхан ағаны жол Астанаға шықпақшы болып тұрған жерінен жолда полицияның жігіттері үлкен кісіні қолын қайырып, шырылдатып алып қалды. Оны Алатау іздеп Алатау облысынан әрең таптық. Сондай заңсыздықтар көрініс беріп жатқан кезде референдум деген сөздің өзіне күдік ұялайды. Бұл халықпен егер референдум өтпей-ақ, жаңағы энергетика ғалымдардың өздерінің келісіммен салатын болса, неге халыққа сүйеніп отыр? Неге олар пәле миллиардтаған ақшаны қайтадан референдумға төкпей-ақ өздері сала бермейді? Өйткені мен ойлаймын, оларда да қанша дегенмен жүрек бар, халықтың өзі қаласын деп, жаңағы халықтың өзіне салып отыр. Егер халықтың өзіне Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, өтініш сізге, егер референдум халықтың өзіне сүйенетін болсаңыз, онда халықтың шынайы дауысын естіңіз. Мынандай жиындар бір жақты болып өтпесін. Кеше ғалымдар тек қана бір жақты, олар талқылау жасаған жоқ. Талқылау деген сөздің мағынасы
ол халықтың да пікірін тыңдай отырып, және АЭС-тің пайдалы зиянды жақтарын ашық айту. Ал олар бір жақты тек қана үгіт насихат жұмысымен айналысты. Кешіріңіз, сайлау заңдары бойынша, референдум заңдары бойынша үгіт насихат жұмысы қай кезден басталу керек еді? Рахмет.